Сәлем достар, қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін бізде Алматының ауа райы өте керемет болып тұр, және сіздерге бір тамаша қуанышты жаңалықпен бөлісетін боламын. Ол жаңалық менің студентім өзінің табысын миллион теңгеге жеткізді. 200 мыңнан миллион 100 теңгеге жеткізді. 15 күн ішінде. Ол жігіт мінекей Ереке. Соған байланысты еще мынандай рубашка бердік оған. Рубашка. Красавчик, құтты болсын Ерекенске, лимондарың көбейе берсін. Давай Ереке, өзіңді жақынырақ таныстырып кетсең біздің аудиториямызға. Менің есімім Ерлан, жасым 27-де, өзім видеогруп саласында жұмыс істеймін. Осы салада айналысып жатқаныма 4 жылдай болып қалды. Жақсы. Ерекенский бізге 30 май күні жазған болатын. Мына жерге несін скринін қойып қойсақ болады. Жалпы өзімнің сіздің жеке менторствоңызға алсам бола ма? Маған клиенттер аз, сол клиенттерді қалай көбейтсем болады деген сияқты. Содан кейін сол бірінші июнь күні кездесіп, Ерекенмен жұмыстарды талқылап, Ерекенің жақсы қасиеті бар. Жалпы профессионализм өте керемет. Но өзінің қызметтерін қымбатқа сата алмайды, клиент таба алмайды. Сол проблема болды. Соған байланысты ода сәйкесінше табыс аз болды. Қазір біз 15 күннің ішінде Ерекенің табысын миллион 100-ге жеткіздік. Осы июнь айына полный заказ уже занят. Июнь ай полный занят уже занят. Уже келесі айларда уже почти что уже 10 заказ алып қойдық, уже ары қарай 20 күнде Алла қаласа жауап жасаймыз деген ой бар. Ереке не істеп Ереке стилі өзгеріп кеткен ғой. После менторства стилі өзгеріп кеткен ғой Ереке. Қызып жатыр ма жұмыс? Айттым ғой, айырасыңдар деп. Жыртамыз бұл. Қайс. Айырып жатыр ғой, айырат бұйырса. Жүземіз. Мына жақта да клиенттер келіп жатыр ғой. Йо-майо. Мынау не? Бүгін Ерекемен жұмыстарды талқылап жатыр. Красавчик почти 400 мың теңге тоқып қойды, 400 мың теңге заказ алып қойды. Дальше енді тағы да көтереміз. Ерекенский бұрын өзінің қызметін примерно бір 70 мың сондайға сататын. Қазір біз 70 мыңға көтердік, е? Қазір 170 мыңға көтердік. Өзінің қызметін туралы қазір айтып кетсен, жалпы клиентті де біз рекламанда да жібердік. Қандай қазір клиенттер көп қой. Өзін айтып кетші, өзінің шынайы пікірлеріңді айтшы өзің. Қалай клиенттер вообще? Қазір енді ойламадың онда клиенттер болады. Вообще бұндай нәрсе болады деп ойламадым негізі. Мен осы 4 жыл бойы жұмыс істеп келе жатсам, бірақ мен осы уақытқа дейін бір айды мен жартысына келген кезде толықтай жауап тастаған күнім вообще болмаған негізі. Осы Ерекеңе жолығып, осы кісінің арқасында мен уже бір айды толықтай жауап тастадым клиенттермен. Уже бір айым толып, келесі айға уже Құдай қаласа толып баратыр орындар. Июль, августке дейін уже тіркеліп жатырғандар бар. Уже августке де жазып отқандар бар. Ерекенский, короче, не істейді? Ереке бізде love story түсірмей айналысады. Лавсторимен түсіруге айналысады. Қазір полный жаңа айтқанда июньге заказдарды алып тастады. Өздерінің средний чектары қазір үлкен суммаға көтердік. Бұрын 70 мыңға сатып жүрсе, қазір 70 мыңға сатады услугасын. Қазір июль айына да толтырып жатыр заказдарды. И потом августке дейін толтырып жатыр. Дальше Ерекенский уже тағы да уже үлкейтіп өзінің командасын құратын болады. Әрине, көрдің ғой, бұл айтқан кезде клиенттің емкісі қандай нарықта. Клиентті примерно қанша теңгеге клиент бар. Бір айда по максимум. Қазір біз 15 күнде жасадық жаңағы сумманы, миллион 100 теңгені. Миллион 100 чем-то. И дальше қазір тағы да көбейтетін болсақ, біз примерно сен алдында айттың ғой өзің. Негізі өзім ойлап тұрмын, негізі жалпы бір айда мен ойымша 3 миллион, 2 миллионды жай табуға болады негізі. Просто ол үшін тағы да кішкене жұмыс жасау керек, әрекет жасау керек, жұмысшылар алу керек, команданы кішкене күшейту керек. Қазір мен осы айда былай айтқанда жалғыз өзім жұмыс істеп, осылай дәрежеге жетіп жатырмын да қазір. Ал егер мен команда жинайтын болсам, уже 3-4 миллион мен смело таба аламын деп ойлаймын, иә. Оған көзім жетеді уже. Мына неден кейін уже мен көзім жетіп жатыр, кәдімгі көзім ашылып жатыр уже. Хорошо. Ереке, ең бастысы не өзгерді? Мынандай сөз бар ғой. Егер де көп ақша тапқың келсе, екі есе көп жұмыс жасау керек та. Егер де
10 есе өскің келсе, онда ойлау қабілеті өсу керек. Келсесің, ойлау қабілетің туралы айтшы, қандай көзқарастар болды? Сен уже кеше көрдің, я, кеше Рицтің бассейніне барып жүрсің, шомылып жүрсің, бүгін осы жаққа келдің. Қандай ойында бір трансформациялар болып жатыр ма? Қалай? Сен бұрын ойлаған жоқсың ғой, мынандай сумма табам деп, мысалы, я, үлкен сумма табу, ол саған қиын и ұзақ уақыт болып көрінді да. Но қазір сен бұл сумманы тапқаннан кейін өзінің миында, былай айтқан кезде матрицалар бар ғой, миындағы крышасы, потологын тиісті да. И оның көзі жетті қазір Ерекенскийдің. Уже таба алатыныңа көзің жетеді екен. Уже мен баста ойлайтын да, 1 миллион табу деген мен үшін вообще қиын болып көрінетін. 1 миллион теңгені ұстап жүру де мен үшін өте қиын еді негізі. Мен уже миллионды елестете алмайтын едім негізі. Мен өз Ерекенге жолыққан кезде де миллион деген кезде мен негізі қатты сенбегенмін негізі. Миллион мен табуым мүмкін емес, қиын деп ше. Бұл кісі маған вообще 2 миллионды айтты. Ол кезде мен вообще шок болдым уже. 2 миллион қайдағы 2 миллион дегендей сияқты да. 2 миллионға жетеді. Уже почти біз 15 күнде жасадық мына сумманы. Тағы да бізде 15 күніміз бар. Тағы да заказдардың предоплаталары бар. Тағы да саламыз. Еще предоплата төлейтін адамдар бар. Общий қосқан кезде в принципе уже 2 миллионға жетіп қояды. Ерлан жаңағы айтқандай миллион теңге табу оған қиын болып көрінетін. Бірақ оның миына сіңіру үшін біз Ерланның образ мышлениесін өзгерттік. Оған байланысты неше түрлі, былай айтқан кезде практикалық жұмыстармен жұмыс жасадық. Себебі сіз сол адам сияқты миллион теңге табатын адам сияқты болуыңыз керек та, ең бірінші. Точка Б, мысалы точка А-ны сіз мысалы қазір 100-150 мың 200 мың теңге табасыз. Енді сіз миллион теңге тапқыңыз келеді, сол точка Б мен ойлау керек. Сол адамның ойлау қабілеті болу керек. Миллион теңге табатын адам қандай болу керек? Ойлау қабілеті, состояниесі, білімі қандай болу керек? Ерланға сол нәрсені миына сіңіріп, миын былай айтқанда сындырып, өзінің образ мышлениясын әлі күнге дейін сындырып жатырмыз. Әлі күнге дейін әртүрлі нәрселерді, практикаларды қолданып жатырмыз. Жаңа адамдармен танысып жатырмыз. Ерланды таныстырып жатырмыз. Сондықтан да ең бастысы, егер де адам 10 есе өскісі келсе, 20 есе өскісі келсе, өзінің образ мышлениясын өзгерту керек. Және де Ерланның қабілеттерін жетілдірдік. Қандай қабілеттер? Сату қабілеттерін. Себебі Ерлан бұрын клиенттерге сата алмайтын. Біріншіден, клиент жоқ болды. Клиентті біз қазір көбейттік. Енді дальше ол клиенттерді көбейткеннен кейін ол клиенттерге сату керек. Ерлан өзінің бұрынғы қалай сатып жүргенінде, вообще соның бәрін айтсан өзің шынайы. Негізі бұрынғы қалай сатып жүргенімді айтуға негізі жалпы өзімде ұяламын негізі. Баяғыда клиенттерге мен негізі сатудың да кәдімгідей жолы бар екен негізі. Баяғыда қатты былай клиенттермен кірісіп сөйлесе алмайтын едім. Уже қазір мына Ерекеңнің уже берген мотивацияларынан уже кәдімгідей миыма кіріп, соларды қолдану арқылы уже кәдімгідей инструменттерді қолдану арқылы уже біраз клиенттермен сөйлесуді үйрендік. Яғни сенде баға қою жоқ болды. Баға қоя алмайтын клиенттерді кездесуге шақырып, прайс жоқ болатын. Прайс болматын, таргет не екенін түсінбей, таргетке жібере алмай жүрдік. Рекламаны вообще сөйтсек рекламада екен ғой, бәлем бәрі негізі қарап көрсеңіз. Осы Ерекеңге жолықпай жатып, баяғыда мен Инстаграмнан заказ алу деген вообще негізі слабый еді бізде ше. Инстаграмда редко заказдар келетін ол. Мысалы қазірде көп адамдар түсінбейді негізі Инстаграмнан заказ алу деген ше. Негізі қарап тұрсаң онлайн түрде заказ деген алсаң вообще күшті кайф екен негізі онлайн заказ алған. Мен баяғыда маған достарым заказ беретін еді, тамадалардан заказ алып қалатын едім. Олардан редко келеді, заказым аз еді. Осы Ерекеңге жолығып, онлайн заказ алуды үйрендік, клиентпен сөйлесуді үйрендік. Осы Ерекеңге жолыққаннан кейін прайс-лист жасауды үйрендік. Баяғыда прайс-листің болмаған клиенттерге ұсынатын. Потом таргет жағын үйрендік, қалай жұмыс істеу жағын үйрендік. Клиенттермен сөйлесу жағын үйрендік. Қазір тфай-тфай жақсы, көңілімнен шығып жатыр. Bir ay болмай жатып, уже 15 күнде мен уже нормальный нәтижеге, өзім ойламаған нәтижеге жеттім деп айта аламын уже. Мен оған іштей өзім қуанып тұрмын. Мен Ерекеңнің осы курсына қатысқаным ешқандай өкініш жоқ, өкінбеймін. Қайта өзім риза болдым, Ерекеңге де ризамын, алғысым шексіз. Қазір менде қарап тұрсаңыздар, Инстаграмда уже дайректте вопрос деген күннен күнге толып атады. Уже ол клиенттердің каждыйына жауап беру, олардан заказ алу уже менде мына ай толып қалған, келесі ай уже толып жатыр. Уже кәдімгідей басын қатып кетеді екен негізі. Интернеттен таргетке жіберген кезде 20-30 күнге жай жазып отыр да клиенттер. Оның каждыйына
Сүйлесіп отыруға да уақыт жетпей жатыр. Сол үшін енді мен ойлап жатырмын кішкене команда ашып, менеджер алсам ба деген ойлар бар. Инстаграмға чисто жауап беріп отырады. Маған қазір енді менеджер іздеп жүрмін. Мен жақсы адам болса, постоянно қасымда жүретін, клиентпен тіл табыса алатын, маған клиент жинап беріп отыратын, сондай жолдарын қарастырып жатырмық қазір. Өйткені мен уже жалғыз өзім үлгере алмайды екенмін. Маған уже команда керек уже. Уже сондай дәрежеге шығып бара жатыр уже. Мен ойладым тағы да егер осы кетуде тағы осы мен айдың соңына дейін дальше жалғастыратын болсам, уже мен келесі айға уже мен команда жинауыма тура келеді. Айтпасам уже мен жалғыз өзім бұның бәрін үлгере алмайды екенмін. Мен вообще негізі бұлай болады деп ойламадым. Ойламағаным негізі. 15 күнде осындай өзгеріп кетеді деп. Вообще ойымда болмаған жалпы негізі. Бұл техникалар мынандай нәрсе. Адамның миын бір потолокқа шығу үшін, мысалы, бір кісілердің 2 айда, 3 айда табатын табысын 1 айда табуға болады. Өзіңізге сондай сұрақ қою керек та. Мысалы, 1 айда қалай 1 миллион теңге табуға болады? 1 айда қалай 2 миллион теңге табуға болады? Миыңызға дұрыс сұрақтар қою арқылы. Сол сұрақтардың жауабын барлығы осы миыңызда. Жаңа да айттық біз, сіздің образ мышления, сіздің ойлау қабілетіңіз өзгергеннен кейін барып сізге үлкен ақшалар келе бастайды. Содан кейін Ирланда тоже самый, жаңағы сатуға байланысты проблемалар болды, өзінің ішкі состояниясында тоже проблемалар болды, жаңағы сенімсіздік болды, қорқыныш болды, жаңа айтты, өзі сенбеді, мысалы, ондай сума табуға. Клиенттермен, мысалы, келген кезде де, мысалы, встречаға келген кезде де қорқыныштар болды. Қазір Ирланд сол нәрселерді жеңіп келе жатыр. Бұл айтқан кезде, қазір 30-40% жақсы болды қазір. Дальше біз тағы да топить ететін болсақ, одан да мықты, бұл айтқан кезде нәтижеге жететін болады. Өзін сезіп тұрсың ғой, іштей бір драйв бар шығар қазір. Іштей қазір ұрып тұр негізі, іштей мен уже сеніп тұрмын, уже ары қарай уже Құдай қаласа нормально пайда болды уже пайда нормально болатынына көзім жетіп тұр, Құдай қаласа ары қарай. Главный бұл жерде еңбек ету керек, жұмыс істеу керек, басты кішкене істету керек екен негізі. Қорқып тоқтап қалмау керек, барынша дәл әрекет жасасаңыз, уже сіз ойлаған суммаңызға жетуге болады екен жалпы былай айтқанда. Осы видеоны сіздерге өзіміздің студентіміздің дәлелін, нәтижесін сізге шабыт болсын деген мақсатта түсіріп жатырмыз. Дәл сізде өзіңіздің табысыңызды қалған табысқа жетуге болады. Мына жерде образ мышления өзгерткеннен кейін, қабілеттерді жетілдіргеннен кейін, қабілетсіз адам жоқ. Кез келген нәрсені меңгеруге болады, кез келген нәрсені жетілдіруге болады. Дәл сіздің де сондай потенциалыңыз бар. Мысалы, сізде де дәл қазір 100-150 мың, мүмкін 50 мың теңге, мүмкін 60 мың теңге тауып жүрсеңіз, сізде дәл сондай суммаға шығуға болады. Ең бастысы өзіңізге мынандай сұрақ қойыңыз. Как сильно ты этого хочешь? Как сильно сен жаңа деңгейге шыққың келеді? Қаншалықты осы нәрсені қалайсың? Қаншалықты жаңа деңгейге шыққың келеді? Қаншалықты үлкен табыстарға шыққың келеді? Егер де 100% қаласаң, онда бәрін өзгертуге болады. Сіздерге түсіндіре алдым деп айтам. Ереке тағы да бір нәрсе айтайын деп жатыр. Давай, Ереке. Мен осы Ерекеңнің видеоларын көріп, жастарға айтайын деген советім енді. Ақылым мен өзім, мен де сіздер сияқты басында сенімсіз болдым. Конкретно мен сенімсіз болдым, қорқтым, уже мен онша ақша төлеп оқитын болсам, мен ертең ақтай аламын ба, ақтай алмаймын ба, уже кәдімгідей сенімсіздік болды, бірақ бұл кісі менде сөздерімен кішкене дух берді, былай айтқанда, кішкене сенімділік берді да маған. Сөйтіп, давай разговаривать етіп көрейін дедім да. Күйсін, бірақ көрейін, зато көргенім қалады дедім. Енді соның жемісін қазір жеп жатырмын енді. Былай дым өкінішім жоқ. Шүкір Аллаға, мен бірінші Алланың арты, екінші Ерекеңнің осындай мотивацияларынан, осындай дух бергендерінің артында, жақсы жолдар көрсеткеннің артында, дұрыс жолдар осындай дәрежеге жетіп жатырмын. Сіздерге де айтарым, осы жастар, ойланып жүрген, видеоны көріп жүрген жастарға айтарым, ешқандай уайымдамаңыздар, ақшаларыңыз күйіп кетеді деп уайымдамаңыздар. Бұның нәтижесін сіздер мысалы ақша салдыңыздар, оның нәтижесін 3-4 есе көре аласыздар деп мен айта аламын сенімділікпен. Білімге салған инвестиция по-любому ақталады. По-любому оған көзім жетті, ақталады екен. Басында бірақ кәдімгі қорқтым, сенімсіздік болды. Ол мысалы сіздерде де болады, ол обязательно сенімсіздік болады. Мен соны айтайын дегенім, сенімсіздік болған кезде көріңіздер, рисковать етіп көріңіздер, ақша салып көріңіздер. Өйткені оның жемісін мен жеп жатырмын қазір. Сол үшін сіздерге де совет беремін. Сіздер де оқып көріңіздер, өкінбейсіздер. Соны айтайын дегенім сіздерге. Тамаша. Ең үлкен инвестиция ол өзіңіздің біліміңізге салған инвестиция. Ол ең тез ақталатын инвестиция. Өзіңіздің біліміңізге инвестиция салсаңыз,
ол 10 есе 20 есе ақталады. Келсесіздер ғой. Сондықтан да егер де мынандай сөз бар да, ескі білімдермен, ескі көзқарастармен жаңа нәтиже күту ақымақтық. Жаңа нәтиже болу үшін сізде жаңа ой қалыптасу керек. Жаңа іс-әрекеттер, жаңа көзқарас, жаңа білім керек. Сондықтан да егер де жаңа нәтижені қаласаңыздар, жаңа білім алыңыздар, жаңа ойлау қабілеттеріңізді дамытыңыздар және жаңа іс-әрекеттер жасаңыздар. Егер де осы видео сіздерге ұнаса, Ерекеннің нәтижесі, Ерекеге поддержка беріп қойыңыздар, осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер, осы видеоны достарыңызға да жіберіп қойыңыздар. Осы Ерекеннің бүгінгі нәтижесімен бөлісіп отырмыз. Қазір осындай бір демалысқа шықтық, Ерекеннің несін табысын тойлайын деп. Үлкен шабыт береді. Ереке красавчик. Бұл да бір дұқ береді екен негізі. Күшті демалыс болып отыр. Барлықтарыңызға рахмет, осы видеоны қарағандарыңызға. Сау, саламатта болыңыздар.